5 жыл болды, деді Арманбек күрсіне тіл қатып. Сәл тыныстап алды да құлаққа жетер жетпес бәсең үнмен тағы да бірдеңені күбірледі. Өз ойына өз шомып, бей-жай күйде отырған Еркегүл әдепкіде бұл сөздердің мағынасын түсінген жоқ. Күйеуінің өзіне суықтау көзбен үнсіз бажырая қарағанын сезді де. «Не дейсің? Немене?» деді кідіре сөйлеп. Тақ еткен қысқа ғана жауап. «Не, ұмытып қалдың ба? Сенің Қабыкеновтер әулетіне келін болып түскенің». «Ах, құрғырай, не деген иіс алмас едім. Есімнен тарс шығып кетіпті ғой. Мұның артында анау әңгіме тұр ғой. Сол тұр ғой, қап әттеген-ай». Еркегүл өз ырқынан тыс лып етіп орнатып тұрды. Күйеуінің қасына қалай жүгіріп барғанында байқай алмаған. 5 жылдық мерейтоймен құттықтап емес, жұбата сөйлеп, көңілін алаңдатып, бірдеме айту керек сияқты. Бірақ аузына жібі түзу, оңды сөз де түсе қояды мекен. Асу қамымен жүріп, анда-санда көзінің астымен жасқана қарап қояды. Күйеуінің қабағын алыстан торған түрі. Шай үнсіз ішілді деуге болады. Шай емес, әркім өздерінің суық ойларын кері жұтып отырғандай. Орындарынан тұра бергенде Арманбектің кеудесінен тағы да деген ауыр леп сыртқа тепті. Жас еркек адамға тепсе темір үзетін атан-жілік сымбатты жігітке жараспайтын ауыр күрсініс. Ыдыс аяғын сылдырлата түсіп, теріс айналған Еркегүлдің жанары мұнартып кетті. Ас үйдің қабырғасындағы шағын айнадан байқағаны қысықтау көздерін оңай толтырып үлгеріп, төмен қарай дереу лықси жөнелген жас тамшылары. Арманбектің дәл қазір жан жегідей жеп, тынысын тұншықтырып, булықтырып тұрған арманның не екенін атап айту шарт емес. Қолмен қойғандай бәрі де белгілі жайт. Үйде оңаша қалған жас келіншек булыққан күйін одан әрі тежей алған жоқ. Бар ащы зары, ішектегі күйігі сыртқа қарай лап етті де запыран болып ақтарылды. Арманбекте не өкпе бар? 5 жыл бойы төзіммен күтуде, бірақ күткен көрінер емес. Қайтесің, тағдыр ғой деп тікелей тағдырға жаба салуға болар еді. Үлкен кісілер, ағайын туғандар солай деп айтып та жүр. Әлі жассыңдар, болашақтарың алда деп жұбата сөйлейтіндер де аз емес. Иә, жай айтылатын жаттанды сөзге не дауа, не десе де дей берсін. Бірақ бұның тағдыр емес екенін, бар кінәнің өзінде екенін Еркегүл ғана біледі. Соңғы сыныпта оқып жүрген Гүлі. Жастық жігер, асау сезім, ақыл сананы тұмшалап билеп алып, өктем билік құрып тұрған уақыт. Мектептің соңғы жылы жас жігіттердің арасынан жұбын таба алмай, жеке дара саяқтап жүрген бой жеткен жоқтың қасы десе де болады. Әкетіп бара жатқан ерекше қасиеті айғайлап тұрмаса да, Еркегүлдің де қол ұстасқан жігіті болды. Кім екенін, қайдан шыққанын, аты жөнін тәлпіштеп айтудың қазірде қажетіне. Әйтеуір бірінсіз бірі тұра алмайтын сияқты еді. Ауылдың бой жете бастаған көп қыздарына тән тіршілік, ағаларын алыстан айналып өтіп, шешесінен шеттей қашып жүріп, мұғалімдеріне іс тастайтын дәлелсіз себептер айтып, кешке қарай жиі кездесуге шығушы еді. Бір-біріне тартқан албырт асау сезім, көзсіз құштарлық артынан неге апарып соғатынын түсінбеді-ау десе болмас. Бірақ мәніне жете көз салмаған сияқты. Мектепті бітірместен ақ сезіп еді жағдайдың қиындығын. Жүрген баласы оқуға жүрем деп, абитуриенттердің алдыңғы легімен алыстағы қалаға аттаныпты. Бар сенгені, болған сырдың бір түйін тастамайтын, ақтарып айтқаны, ағарып айтқаны, сөз жастайынан жақын көретін немере әпкесі еді. Оның кесімі жалғыз-ақ болды. Құтыл, өзім көмектесем, масқара болатында ештеңе жоқ. Болашағыңды ойла. Тығырыққа тіреліп, одан шығардың амалын таба алмай ала сұрған жас қыз үшін әпкенің айтқаны ата заңмен кем болған жоқ. Көзді жұмып тәуекел етті. Өзінің сол бір ауыр күндеріндегі бар ойы, ышқынған жалғыз мақсаты да сол болатын. Аудан орталығындағы бір дәрігер арқылы ешкімге сездірместен түсік тастатты.
Бұдан кейін ойы кідірместен өзінің көзін құрту болатын. Содан дереу маңайда алғаны қала жақ. Алматы емес, Астана емес, таныстары аз кездесетін басқа қала. Жастықпын екпін деген жігерлі күндері уақыттың да, қыздың да аяқ қолын жерге тигізбей алға қарай дедектете жөнелді. Қызығы думаны мол студенттік шақ, бірде тоқ, бірде аш, қызықты күндер. Содан соңғы курста Арманбек екеуі бір-біріне алыстан көз тастады. Сымбатты денелі, қабағы қалыңдау, шықшыты кең, сұрса жігіт, бойы жұмбаққа толы тылсым жан секілді. Біреуден ілгері, біреуден кейін көрінетін қарапайым қалыпта Еркегүл де ажарсыз қыз емес. Бойындағы бар міні, көзінің қысықтығы болмаса, оның да амалын тауып, бүгінгі күннің талаптарына сай келтіріп бояп қоятын. Оның бәрін қойшы, үйленгендеріне міне бүгін тура 5 жыл толыпты. Бірақ үйдің ішінен былдыр-былдыр бөбек үні естілмейді. Неге бақырып шақырып аттандап жылап, есік пен төрдің арасын ыбырсып жататын бала жоқ? Тағдыр десе, тағы да үлкендер. Сол тағдырдың осынау ауыр үкіміне Арманбекте мойын сұнған сыңайлы. Тек ауыр күрсінді. Келіншегінің бетіне тік қарай алмай алып қаша беретін тұнжыр көз қарасы. Сол күні кешкісін күйеуінің көтеріліп басылып тұрып, апай төсін құшақтап жатып, «Арманым», деді Еркегүл ақырын ғана. Дауысы әдеттегіден жіңішке түсіп, біртүрлі нәзік шықты. «Осы біз бала асырап алсақ қайтеді?» Ауыр мінезді жігіттің қастары дір ете түскендей болғанымен бірден жауап бере қойған жоқ. Төбедегі көзге көрінбес асылын түсінбегендей шалқасынан ұзақ жатты да. «Рас, мынауың идея екен», деп қаттырақ дауыстады. Екеуі осы мәселені қанша сөз еткенін кім білсін, әйтеуір ұзақ сөйлескен сияқты. Талығып барып, түннің бір уағында ғана көз іліккен. Әңгімені ұзаққа созған жоқ. Әрқайсысы өз ата-аналарына хабар беріп ақылдасқан болды. Тіпті олардың ақылдарын бұл жерде қажеті де шамалы сияқты еді. Бөбекхананы асықпай аралап жүріп, ақыры дегендеріне қол жеткізді-ау. 2 айлық қыз бара. Дәрігерлердің берген қорытындысы бойынша денсаулығы жақсы. Солақ екен, үйдің ішіндегі неше жылдан бергі қабырғаларды керіп, сіреп тұрып алған қызарлы тоң лезде сейіліп сала берді. Қабағын қарш жауған беймәлім көңілсіз көлеңке де әлде қайда зым-зия жоғалғандай. Екеуі мәз мейрам, жас нәрестемен бірге ілесе кірген қабат-қабат қалың шаруа да үйдің ішін үйірмен толтырып алып кетті. Жас баласы бар, отаудың бел жаздырмас, белгілі қар баласы. Әсіресе төбеден төнген қара бұлттай бір-біріне тақаса түйіліп, түйісіп жатып алған қалың қабақтардың жазылғанын айтсаңшы. Бұрынғыдай күрсіне бермей күліп сөйлейтін Арманбек енді мүлде басқаша жан сияқты. Өз айтқандай, Қабыкеновтер әулетінің бақытты бір шағы еді ол. Бірақ амал не, ол шақ ұзаққа созылған жоқ. Бірер ай өткеннен кейін Арманбектің Маржанға кішкене қыздың атын жас жұбайлар өздерінше осылай қойған деген мейірімі сарқыла бастады. Енді бұрынғыдай көп қолға ала бермейтін болған. Алғашқыдай есткен арсалаңдай кірген бойы жалаяққа жатқан бейкүнә нәрестенің астысына түсіп еркелетпейді. Мейірлене келіп, мекірене ескегенде де Еркегүл оны байқамайды. Әлде бала ұнамай жүрмекен деген оймен суыртпақтап сыр тартып көріп еді. Естіген жауабы біреу-ақ. Бәрі прекрасно, тамаша, тек әншейін. Бар гәпті бүгіп, тұншықтырып жатқан сол әншейінде деген сөз сияқты. Кішкене Маржанды айтасыз. Арманбектің үйдегілермен қарым қатынасы да басқа бір өзгерістің лебі еседі. Оны Еркегүлдің аңғарғаны бірер күннен кейін. Сөйтсе Арманбек бұның өзіне де салқын тартып қалғандай. Алғашқыда еміреніп әкетіп бара жатса да, анда-санда Еркеш, Ерико деп келіншегін алдына отырғызып еркелетіп тұратын. Көңілі түскенде әулетті мығым қолдарымен қыса құшақтап жоғары серпіп алатын. Бала көтермей жүрген жылдары уайым қылма, әлі жаспыз ғой деген сипаттағы жұбату сөздеріне қанжығасында даяр бір сөздер тұрушы еді.
Ал соңғы айларда бір түрлі суынып, сыртын беріп, сыр қақсып жүр. Тағы да ана бір кездердегідей, уайым басқан сәтіндегідей тартына сөйлеп, жоқтан өзгеге тарыла қалды. Әлде, намыстана екен. Өзінен болмай асырап алғанда, біреулердің айдап салуы мүмкін-ау. Еркегүл осы болжамына берік тоқтады. Былай қарап тұрсаң, басқадай себеп жоқ секілді. Өзі ашылып ештеңе айтпайды. Бір мәселені екі рет сөз қылуды жақтырмайтын күйеуінің мінезі өзіне белгілі. Ақырып жіберіп, бетінен ала түсуге әзір. Мылжыңдап сөйлей бересің, түп-түгел өзіңді кінәлі етіп шығарып, ағаш атқа оп-оңай мінгізе салмақ. Мұндайда Еркегүлдің ұстанатыны аш бәледен қаш бәле қағидасы. Үйдің іші нәрестенің қыңқылына толғанымен, сұрғылттанып алған сүреңсіз күндер қайта басталды. Әйтеуір Еркегүлдің ойын бөлетін қазіргі жұбанышы, алданышы. Жұмыстан баяғыдақ декреттік демалысқа шыққан ол, ендігі уақытының қалай өтіп жатқанын ажыратуға дәрменсіз. Маржанда ширап, әпіл-тәпіл жүруге қам жасағысы келетін сияқты. Тұсауын кесу керек, деді бір күні Еркегүл. Қай күнге белгілесек екен? Тұжыраңқы кезде күйеуінен қолма-қол жауап алу оңайлыққа соқпайды. Дегенмен келіншек бұған мойынсұнбастан, сәлден кейін әлгі сұрағын тағы қайталады. Ақыры естіген жауабы тым мардымсыз болып шықты. Білмеймін, өздерің шешіңдер. Бұл өзі әйелдердің шаруасы емес пе? Осыны айтты да, Арманбек қолындағы пульттің нүктесін басып, жалп-жалп еткізіп, теледидарды ауыстыра бастады. Ұзамай шағын отаудың шатқаяқтап тұрған әлсіз шаңырағына жай түсті. Жаздың әдемі бір күнінде Арманбек әдеттегісіндей төмен қарап, тұнжырап отырды да, кесімді сөзін бірақ айтты. Мен кетемін, деді, жуандаудасы дірілдеп. Сөйтпесе болмайын деп тұр. Маржан екеуің бірдеме ғып, өз күндеріңді көресіңдер. Өзімде көмектесіп тұрамын ғой. Балалы болғандарына жарты жылға жетер-жетпес қана уақыт өткен, нәрестелік өмірдің ыстық суығы әлі басыла қоймаған. Керісінше қызығы көбейе түскен кезде өзін бұрынғысынан әлдеқайда бақытты сезінудің орнына не оғаштығы бар. Кеудесі күмбірлеп күй шертіп тұрмаса да, Еркегүл алақайлаудың азақ алдында емес пе еді. Сондықтан Арманбектің мына сөзінің ашық күнгі найзағайдан несі кем? Біреу құлақ шекесінен жақсылап тұрып, қондырып жібергендей, тәлтіректеп барып диванға гүрс ете қалды. Қайта Маржанның қолында болмай, манежде жатқандығын айтармысың? Ішкі жағынан шыңғырып жеткен әлде бір үн, жоқ, олай емес, мүмкін емес деп атой салып аттандай тұрғандай. Көз алдының қарауытып, айналасының жалқы сәтте ғана шырайналып, шарықтап кеткен несі. Құдай басқа қатынның басына бермесін, еркектің миына кету туралы ой түссе, біткен екен ғой. Артынан естісе, әңгіме былай болыпты. Арманбек қыз келіншектің көзінен қаға беріс тасада қалатын жігіттердің санатынан емес. Өзі бедеу әйелдің күйеуі болса, басқа біреуден белін суытпай, салтаңдап қалай бос жүрсін. Маржанды үйге әкеліп, мәре-сере болып жатқан кезде бұл әңгімені естуге Еркегүлдің мұршасы бар ма еді? Сөздің қысқасы, бұлардың үйінде нәресте қалай кірді? Арманбектің Еркегүл білмейтін нақсүйерінің аяғы солай ауырлапты. Перзентханаға түскені жуырда ғана. Сөйтіп 5 жыл бойы сарыла күткен баласына жуырда ғана қол жеткізіпті. Бала болғанда қандай? Кәдімгі балпанақтай ұл. Тек оны сыйлаған некелі келіншек емес. Еркегүлдің қолынан не келеді? Бақырып-шақырып, қанша жылағанмен бет алған жағынан күйеуді енді қайтара алмайсың. Бұл күндері Арманбек күйеу ғана емес, бақытты әке де ғой. Бәлкім ол өзінің шын шаңырағын жаңа тапқан шығар. Жүрегімен жақсы көретін сүйікті адамы, ол өмірге әкелген өзінің бел баласы. Енді не керек? Қайт үйге деп жата қалып, жалбарынудың қисынсыз екенін Еркегүл жақсы түсінеді.
Алданышымен өткізген уақыт қиыншылықсыз болды деп айта алмайды. Бірақ Еркегүл бәрібір өзін сорлы адам ретінде сезініп көрген емес. Кішкене ширап жүруге жарасымен ақ Маржанды балалар бақшасына өткізді. Көп нәрсені көңіліне алмауға тырысып, бұрынғы атқарып жүрген қызметіне де құлшына кіріссін. Содан бір күні, оқиғаның бәрі осы бір күннен басталды ғой. Бір күні Маржанды балабақшадан әдеттегідей жетектеп алып шыға берген. Қоршаудың сыртында бері қарай күн сала қарап бір жігіт тұр екен. Қасынан өте берген Еркегүлге бас аяғы жоқ. «Сәлеметсіз бе?» деп жайраңдап амандасты. Таныстардың бірі болар, қара басып танымай қалғанын ба деп келіншек әлгі азаматқа еріксіз бұрыла қарады. Құр ерін жыбырлатқаны болмаса, дұрыстап амандасқан да жоқ. Бейтанысқа үңіле түскен қысық көздерінде бұл кім деген жалғыз сауал ғана. Қанша қадалғанымен шырамыта алар емес. «Кешіріңіз», деді әлгі жігіт жан таласа жүріп. «Көңіл күйіңіз жақсы ма?» Танымағаннан кейін бе? Еркегүл енді тіркеу кетті. «Менің көңіл күйімнің сізге керегі қанша?» деді қатаңдау үнмен. Сол кезде басына бір ой сақ ете қалғаны. Апырмай, осы Арманбек жіберіп жүрмесе, қызын көріп, жағдайын біліп қайт демей. Солай ау шамасы. Ол осы ойды басына алды. Еркегүл жүрісін жеделдете түсті. Сүрініп қабына бастаған Маржанның қыңқылына қараған жоқ. Кейіндеп артта қалған жігіттің: «Қарындас, неге қаштыңыз? Сөйлесейін деп едім» деген даусына қайрылмады. Дәл солай екен. Арманбектің жансыз ғой. Менде несі бар десеңші? Кеттім екен, енді жайымен жүрсін. Артымнан біреуді сүмеңдетіп салып қоймай. Ертеңгісін балабақшаға келсе, міне ғажап. Тағы да сол жігіт жай жүрген жоқ. Маржанды жетектеп алыпты. Қасында тұрған топ тәрбиешісіне де назар аударар емес. «Неңіз бар бұл сәбиде? Біз сізді танымаймыз ғой», деді Еркегүл алыстан ышқына айғайлап. «Бөтен адамды неге жолатасыз?» деп тәрбиешіге ұрсып тастады. Бірақ бұған селт етіп айылын жиған жігіт байқалмады. Қайта майысып, өзінше қалжың қағыстырған болып жатыр. «Қызыңыз тамаша екен. Тфә-тфә. Үй шешесі де жаман емес. Бірақ жұтынып тұрған осындай тамаша келіншекке ашушаңдық жараспайды екен». Өзі бір шамданып, шамырқануға асықпайтын терісі кеңдеу жігіт болар. Дудырыңқы қоңыр шаштары тарақпен азар-азба немене берекесін кетіріп үдірейіп тұр. Тіпті түптері шылқылдай аққан термен сабысып қалыпты. Киім киісі де олпы-солпылау. Бірақ осынау келсіз ұсқынына қарамастан екі езуі екі құлағына жетіп мәз. Еркегүл қанша шаптыққанмен жігіттің қолындағы қызын жұлып алуды әбестік санады. Сосын жаймен қана: «Біз үйге қайтатын едік», деп Маржанды екінші қолынан ұстай берген. Жігіттің төр түсіне мұнан кейін дұрыстап қараған да жоқ. Келіншектің бір қайран қалғаны әлгі бөтен кісінің қасында Маржанның өзін-өзі ұстауы болды. Әдетте қалыпты анадай көрініспен ақ өзіне қарай мамалап тұрып жүгіретін қызды қазір аттандап әлекке түскен жоқ. Мұны бас салып құшақтауды да ұмытып кеткен сияқты. Сол күні әлгі бейтаныс жігіт қояр да қоймай бұлармен лесіп жүрді. Аты Жантас екен. Орта бойлы, олпы-солпы, етжеңділеу жігіт. Жайраң қағып күлген кезде баладай мәз болуға бейім екендігі байқалады. Бойынан ескен тері иісінен Еркегүл сәл-пәл тіксініп қалғандай болды. Бірақ алғашқы күндегідей құйындай ұшып, безіп жоғалған жоқ. Келесі күні балабақшаға барар жолда басына келген ой тағы да тұрған шығар болды. Бірақ ол күні Жантас көріне қоймаған. Балабақшаға келе жатқан сайын енді Еркегүлдің өзі соны іздейтін сияқты ма қалай? Күндердің күнінде Жантас келіншекке гүл ұсынды ғой. Өзі Арманбек сияқты емес, сөзсең жігіт екен. Жүйесіздеу болғанымен балпылдай сөйлеп, айтатын әңгімесі бір таусылмайды. Сонан не керек? Сол жылдың күзіне қарсы шамаданын көтерген Жантас Еркегүлдің үйіне кіріп алды.
Жүрегінің түбінде осынау қарапайым да ақкөңіл жігітке деген бір нәзік сезім оянғандай. Жантастың ұсынысына қарсы болмағаны да сондықтан. Бейне бір жаңа үйленген жас қалыңдықтай, қайтадан қутын қаққан келіншектің жүзі баяғыдай нұрланып сала берген. Бұған дейінгі өмірінде Арманбек есімді мінезді азамат болмағандай, жар төсегіне бұрын соңды жатып көрмегендей, Жантастың алғаш рет оңашада жақындасуынан тұла бойы қалтырап, басына ноқта салынбаған байталдай дір-дір етті. Екеуі үй болысымен ақ жақсы тіл табысқан секілді. Әне міне дегенше ыстық суығы басылмаған жарты жылда желіп өте шығып еді. Жантастың өсірсе кішкене Маржанға деген ықыласы ала бөтен. Балабақшадан барып өзі алады, өзі әкеледі. Үйге келгесін өзі тамақтандырып, өзі ойнатады. Тіпті Айшайға қарамай сәбиін ваннаға салып шомылдыратын да өзі. Еркегүлдің жұмысы бірден жеңілдеп сала берді. Бір рақаты сезімнің әлдейінен арыла алар емес. Қандай балажан жігіт деді ішінен таң болып. Арманбек өктем, мықты болғанмен мұндай балажан емес еді ғой. Бірақ келе-келе байқағаны, Жантастың өзіне ептеп салқындай бастағаны. Салқындағанда бұған қатты сөйлемейді, қолынан итермейді, мін тағып мыңқылдамайды. Жымия қарап қойып жүріп жүргені, салқындағаны дейтінді, әңгіме түнгі мінез құлығында болып тұр. Алғашқы араны басылып қалған ба, немесе түнде жатысымен бас салып құшақтауға азайған. Емірене сүйіп, өмексуге, айқара жатқызып қойып, аймаласуға да әуез емес. Қыңқылдағандай бәсең үн шығарып, жанына жақындаған келіншектің нәзік білектерін ақырын ғана итеріп тастайтынын қайтерсіз. Сөйтіп теріс қараған күйі әңгіме айтқан болып жатып, қоп алайсыз ұйықтап кетеді. Кетер алдында Арманбек те сөйтті емес пе? Әлде бұның да біреу болып жүрмесін деген ой сақ ете қалды Еркегүлге. Бұрынғыдай емес, күйеу мәселесінде аузы күйіп, тісі шығып қалған келіншек бір күні Жантасты сауалмен аулап, еш жиғызбастан бұрышқа тықты. Шыныңды айт, деді ақыры, мәселенің төтесінен қойып. Сенің біреуің бар ғой, я? Бар қалай? Біреу несі? Деді Жантас, сол теріс қарап жатса да басын көтеріп. Сенің сүйген бір адамың бар-ау, қыз ба келіншек пе әйтеуір біреу. Күйеуінің үндемей кідіріп қалғанын көрді де, Еркегүл одан әрі бастырмалата түсті. Оңға солға бұлғақтатып бұрылуға мұрша берер емес. Бастырмалай қойған сұраққа жауап беруден басқа амал қалған жоқ еді Жантастың. Сөйтсе әңгіме былай болыпты. Вахталық әдіспен Атырауға барып келіп жұмыс істеп жүріпті. Төлейтін айлығы мол болғандықтан бұл жұмысқа сұранушылар жыртылып айырылады. Әйтеуір жігіттерден қалмай жүріп, Жантас та бригадаға іліккен. Бір жаманы вахтамен жұмыс істейтіндер 4-5 айда бірақ келеді екен. Жолға шығар алдында Жантастың сөз байласып жүрген қызы 2 қабат болып қалады. Қайта айналып келгенше босана қоймайтын шығар деп ойлаған Жантас бастапқыда телефон арқылы хабарласып тұрған. Кейін ол қыздан мүлде дерек болмай кетеді. Вахталық жұмыс уақыты бітіп, шағын қалаға қайта оралған Жантас дереу сүйген қызын іздеуге кіріспей ме? Еш жерде із тоғы жоқ. Ақыры бір таныстар арқылы қыздың дерегіне қанығады. Республиканың жаңа астанасы, Астана қаласында мәдениет ошақтары кеңінен дамып келе жатқан кез. Жантастың қызын сонда мықты бизнесмендердің бір мейрамханада би-билеуге шақырған екен. Аяғы ауыр бойжеткен баласын босана салып, алды-артына қарамастан дереу солай аттаныпты. Ал баланы осы қаладағы перзентханаға қалдырып кеткен екен. Астанаға бармай тұрып, Жантас жаншыра сәбиін іздемей ме? Перзентханада да, тастанды балалары паналайтын бөбекханаларда да бұрынғыдай тек тіркеу журналында ғана жазумен шектелмей, жазбаларды дереу компьютерлерге енгізіп тастайды екен. Сондықтан Жантастың өз сәбиін тауып алуы онша қиынға соға қоймайды. Шешесінің аты жөні, туатын мезгілі белгілі. Ақыр ізбен қуалай отырып, ол сәбиді Еркегүлдің асырап алғанын біледі. Бірақ заңды түрде әкесі